Сәлем достар, пиццерияда пиццаны қалай жасайтынын білесіздер ме? Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ұнымызды үткіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Дайын болған ұнымызға ортасын ашып, жылы су, одан кейін ашытқымызды салып алатын боламыз. Бір қасық қантымызды саламыз және жарты қасық шай қасығымен тұзымызды салып болғаннан кейін зәйтүн майын құятын боламыз. Зәйтүн майын міндетті түрде құйғандарыңыз дұрыс. Болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып, қамырымызды әбден илеп алатын боламыз. Қатты емес, жұмсақ орташа болу керек. Қамырымызды әбден илеп болғаннан кейін үстінен жауып, оны 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды қойып болғаннан кейін уақыт жоғалтпай біз соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде қызанақ қажет. Қызанағымыздың үстінен қайнап тұрған су құямыз да бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осылай 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды қарасаңыздар ашқан, көтерілген кішкене. Сол қамырымызды бөліп екіге бөліп алып, сол әбден илейміз да үстінен зәйтүн майын құйып, аздап қамырымызға әбден майымызды жағып аламыз да, одан кейін шанышқыны ортасына қойып, салафанмен жауып, оны 40 минутқа тынықтырып қоятын боламыз. Шанышқыны мен қойған себебім, қамырымыз ашыған кезде екеуі бір-біріне жабысып қалмау үшін. Осылай 40 минутқа тынықтырып қоятын боламыз. Қызанағымыздың суын төгемізде қабықтарын осылай ашып алатын боламыз. Ашып болған қызанағымызды шанышқымен езіп алатын боламыз. Сарымсағымызды дайындап аламыз. Қызып тұрған майға сарымсағымызды саламыз. Негізінде сарымсақ емес, орегано деген паприка сияқты қоспамызды бірінші қуырып алуымыз керекпіз. Мен бұл жерде ұмытып кеткен едім. Оны соңынан қостым.
Сарымсағымыз бен орегиноны қуырып болғаннан кейін әбден, одан кейін үстінен езілген қызанағымызды құямыз. Дәміне қарай аздап тұз саламыз. Одан кейін паприка саламыз. Паприкаларыңыз жоқ болса қызанақ салсаңыздар болады. Оларды салып болғаннан кейін тағы да араластырамыз. Осылай әбден қуырып алатын боламыз. Мен орегиноны қарап отырсаңыздар, соңына таман қосқанмын. Егер ұмытып кетіп соңына таман қосатын болсаңыздар, әбден қуырып алыңыздар. Орегиноны міндетті түрде қосқандарыңыз дұрыс болады, себебі ол соусқа сондай дәм беретін болады. Одан кейін су құйып аласыздар да, су тартылғанша осылай күтесіздер. Одан кейін пиццамыздың бетіне қоятын дәмдеуіштерімізді дайындап аламыз. Мен маргарита пиццасын пісірдім. Осылай жұқа етіп помидорларыңызды турап алатын боласыздар. Колбаса қоссаңыздар болады. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Осылай барлық қосатын қоспаларымызды дайындап алатын боламыз алдын ала. Міне осылай қамырымызда дайын. Жұмсақ қарап отырсаңыздар видеоға, және оңай жайылатын болады. Жайып болған қамырымыздың шетін өреміз де, екінші бетіне аударып, шетін басып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Себебі соус ағып кетпеу үшін. Осылай пиццамыздың қамырын дайындап аламыз. Одан кейін дайын болған соусымызды жағып шығамыз. Жағып шығып болғаннан кейін үстіне ірімшікті, одан кейін дайындап қойған қоспаларымызды қосатын боламыз. Дайын болған пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 10-15 минут пісіріп аламыз. Одан артық пісірмеңіздер, себебі қамырларыңыз қатты болып қалады. Пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Өте керемет дәмді.